Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен ангина жайлы айтып өтемін, әрі ангинаға қалай ем жасаймыз, сол туралы айтамын. Бүгінгі видеода мен сіздерге бір қызық әрі көп адамға пайдалы болуы мүмкін жағдай туралы айтып берейін деп отырмын. Біздің кабинетке бір пациент келді, ангинамен. Тамақ қатты қызарып, ісіп, жұтынғанда мүлдем ауыртады, бүкіл денесі сырқырап, қызуы көтеріліп тұрған, өзі де шаршап, әлсіз болып келді. Созылмалы түрге айналып кеткен екен. Сол пациентке қандай жұмыстар жасадық, қандай әдістер көмектесті, бәрін осы видеода бөлісемін. Саусақтан хиджама тәсілі біздің алғашқы қолданған әдіс. Пациентке кірген бойда жағдайын сұрап, қарап шықтық. Өзі тамағының жанып тұрғанын, жұтына алмайтынын айтты. Сосын біз өз тәжірибемізге көмектесіп жүрген жеңіл әдісімізді қолдандық. Бірінші бас бармақты хиджама жасадық. Бізге ең керектісі осы на палечке, саусақтарға киетін. Мен қолғап киетін болсам, кәдімгі жүрегім қысылады. Сосын керегі бізге, сосын жақсылап киіп аламыз. Керегі таза ине. Мен 2 граммдық шприцті қолданамын. Мен пациентімге бірінші болып айтып қойдым, саусақтарыңызды жақсылап бері қарай, алдыңға қарай жақсылап уқалаңыз деп. Енді қараңыздар, бұны мен алдымен оның бас бармағын спиртпен жақсылап сүртіп, толық стерилдеу жасадым. Таза инені алып, саусақты 1-2 рет жеңіл ғана тесіп, қараңыздар, иә? Жеңіл ғана тесіп, аздап қан шығардық. Бұл ұзаққа созылатын нәрсе емес, 1-2 минуттық жұмыс қана. Қызығы, қан шығарған кезде пациент бірден жеңілдік сезінді. Тамағымдағы қысым төмендеген сияқты, деп айтты өзі. Негізі бұл кісі мені әпше деп қояды. Ай, қай жылғысын айналайын-ау десем, 85 жылғымын дейді. Ой, құрдасым-ау десем, құрдас деп айтайын ба дейді. Ай, құрдас деп айта бер, айналайын деп әзілдесіп, дәл осылай қан шығардық. Тамағымдағы қысым төмендеген сияқты деп өзі де бір мәз болып отыр ғой. Содан кейін дәл солай ортаңғы саусақтан да қан шығардық. Қараңыздар, бірінші осыны жақсылап, мұны қалай шығаруды көрбасаңыздар болады. Оны да спиртпен сүртіп, инемен, қараңыздар, спиртпен жақсылап сүртіп, инемен 1-2 рет істеп, аздап қан алдық. Процедурадан кейін міндетті түрде қайтадан спиртпен сүртіп, инфекция болмас үшін пластырмен обязательно орап тастау керек. Пациенттің түрі бірден сергіп қалды. Сергіп қалған пациентті көрсе, мен өзімде кәдімгідей қуанамын. Қараңыздар, дәл осылай тескен жағдайда. Мен 1-2 рет бұлай бітіп, қараңыздар, 1-2 рет бітіп, тессем, тесе берсей дейді ғой. Тесе бер, көбіректен қан шықсын деп қояды. Мен тамағымды обработка жасағанша, тамағымды бастырғанша, дәл солай жасаған дұрыс деп, сенің қасыңа келдім ғой, құрдас-ау деп қояды. Ай, мақұл, сенің айтқаның болсыншы дедім мен. Дәл осылай қысып, бері қарай, мұны шыққан қан дәл осылай болды. Мұны спиртпен таза қылып сүртіп алдық. Қараңыздар.
Дәл осылай қылып, енді қарап отырсаңыздар, мен егер қатты хронический болып созылмалы, мен арасына осындай орысшада қосып кететін әдетім бар. Егер созылмалы ангина болатын болса, біздерге қатты жөтел болатын болса, дәл осы екінші саусақты да тесеміз. Қатты жөтелмен келді бұл кісі. Қаным қою екен деп өзі қорқып отыр ғой. Қан ешқандай қою емес, әдемі болып тұр негіз. Реңі де әдемі болып тұр. Қараңыздар, біздерге мұны кішкентай саусақтың несіндегі қасындағы саусақтан, ортаңғы саусақтың біздер үстінен алдық, енді кәдімгі ішінен аламыз. Кішкентай саусаққа тимейміз. Бұл не үшін? Қараңыздар, егер қатты созылмалы болған жағдайда, қалай созылмалы болған жағдайда, біздер қатты жөтелген кезде кейбіреулерімізде қақырық түспей кетеді ғой, қақырық жұмсамай, кәдімгі кейбіреулерімізде қатты қақырық көшкеннен біреулер қан тастап жатады, қақырық жұмсамаса, қақырық қатып тұрған болса, кейбіреулерімізде қатты жөтеліп, егер қан түпіретін жағдайға келген кезде де дәл осылай ортаңғы саусақтың іш жағынан ғана тесеміз. Қараңыз, барлығының өз жөні бар. Бұл кезде де біздер таза мақтамен спирттеп жақсылап сірелдеп алдық. Сосын инемен 2 рет, 3 рет тесіп, дәл осылай шығарып аламыз. Бұның орнын мақтамен қайта-қайта сүртеміз, қатты қысып атырмыз. Өзі айтып отыр, тағы да тессеңізші, шығарып алсаңызшы, қой, қайта-қайта тесе беруге болмайды десем, өзім жауап берем дейді ғой. Сен менің қасымда отырсын ба, мен жауап берем ғой, айналайын-ау деді. Қараңыздар, дәл осылай, мұны алып болған соң, обязательно спиртпен мақтаны орап, үстінен пластырмен орап тастадым. Ал Бақытжан, ем болсын саған десе, мәз болып отыр ғой. Мен өте бір керемет болып қалдым, рахмет деп. Енді гвоздикамен ем, табиғи, бірақ жақсы көмектесетін әдіс. Бізге 200 миллиграмм су керек. Сосын кішкентай қасықпен 1 қасық саламыз 200 миллиграмм суға. Бұны біз қайнатып аламыз. Обязательно 1 қайнатып алып ішеміз. Ауызды шаю ондай жоқ. Кәдімгі ішкен кезімізде инфекцияларды жояды. Сосын мен ең бір керемет қолданатыным осы лимфа бадамша бездерін, яғни ангинаны дәл осылай 2